Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода сіздер 1060-та 11:70 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Бірінші бізде кіреберіс. Кіреберістің өлшемі 2:2. Кіреберістен кейінгі бізде коридор. Коридордың өлшемі 6:30-2. Үшінші бізде ас бөлме. Ас бөлменің көлемі 4:3:50. Ас бөлмеден кейін қонақ бөлме зал. Оның көлемі 6:70:350. Және коридордың соңында орналасқан жуынатын бөлме. Оның көлемі 2:20:2. Және келесі кезекте біздегі бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 350:350. Ортасында тағы да жатын бөлме. Оның көлемі 350:350. Үшінші жатын бөлме 350:350. Бұл сызбада негізгі қабырғалар 40 см, ал бөлме аралық қабырғалардың 20 см болып есептелінеді. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосу үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз.